Жақсы Назерке. Инстаграмды жүргіз деп айтып жатсың. Енді оқырманды қалай жинаймыз? Осы ең бір жиі қойылатын сұрақтың бірі шығар. 1000 оқырман жинау бұл басында бір мақсат болып көрініп тұр, және ол мақсаттың болуы да бекер емес. Себебі өзіңіз де білетін шығарсыз, басқа бір аккаунтқа кірген кезде, егер ол сіздің танысыңыз болмаса, бір қызықты ақпарат жазыпты, бір пайдалы ақпараты бар, бірақ оқырман санын қарасаңыздар, бұл 50-ден көп емес. Не істеп, қандай ой келеді сізге? 50-ақ оқырман бар екен, бір түрлі екен. Жоқ, мен бұл аккаунтқа жазылмаймын десе. Яғни, оқырман санының өте аз болуы бұл сенімділік тудырмайды, Яғни, адам көп жазылған сайын, мына адамды көбірек адам тыңдайды екен, қарайды екен, онда мен де жазылайын деген секілді. Осы бір ниетті, осы бір іс әрекеті тудыру үшін ең алғашқы 1000 оқырманның болуы ол өте маңызды. Ал енді оған қалай қол жеткіземіз? Ең алдымен біз Инстаграмда енді оны меңгергеннен кейін, оны қолға алып жұмыс жасайтын болғандықтан, ең бастысы сіз қандай ақпаратпен өзіңіздің аудиторияңызға пайдалы бола аласыз. Сол жағынан ойланыңыз, Себебі қазір пайдасыз аккаунттардың саны онсыз да өте көп. Соның арасынан сізге не үшін адам жазылу керек, сол себепті айқындаңыз. Өз салаңыздың, мамандығыңыздың бір пайдалы ақпараттарымен бөлісіп отырыңыз, Кейін енді пайдалы ақпаратты бөліскенде, ол енді бір 100 түрлі, 1000 түрлі болмауы керек. Ол әрине белгілі бір бағытта айқын болу керек. Яғни бүгін сіз тамақ пісіріп, келесі күні бояну туралы айтып, 3-ші күні тәрбие, 4-ші күні компьютер жөндеп кетіп, 5-ші күні кітап жазып, оны бір обзор жасап жүріп, тағы да 6-ші күні мүлдем басқа зат айтып кетсеңіз, адам сіз түсінбейді. Не үшін сіздің парақшаңызға жазылу керек? Сол себепті максималды түрде өзіңіздің оқырманыңызға пайдалы болыңыз. Кейін, әрине, екінші қадамы, бұл парақшамыз бар, бағытымызды айқындадық. Енді жалпы Инстаграм бұл әдемі, көрікті әлеуметтік желілердің қатарына жатады. Сол себепті өзіңіздің профиліңіздің фотосын әдемі жасаңыз, яғни бір интернеттен алынған, немесе тағы да бір қайдағы жоқ, сізге мүлдем қатысы жоқ фотодан көрі, өзіңіздің бет әлпетіңіз әп-әдемі көрінген фотоны жүктеңіз. Кейін бионы әдемілеп толтырыңыз, яғни адам ең бірінші сіздің фотоңызды көргеннен кейін ары қарай бұл кісі кім, не береді маған деген сұраққа сіз жауапты осы бионың ішіне салуыңыз керек. Ол жаққа бір мотивациялық сөз, немесе тағы да бір өлең тақпақ жазудың қажеті жоқ. Нақты, мысалы, сіз үй сату бойынша мамансыз, үй сату маманымын, немесе пәтерді тез табуға көмектесемін, пәтерді дұрыс сатып алу жолдарын көрсетемін, немесе тағысын пайдалы ақпаратты максимум 150 символ ғана бар, 144 болған, енді сондай бір аз символды ғана пайдаланып, сіз ең қажетті ақпаратты беріңіз. Кейін өзіңіздің аккаунтыңызды сториспен толтырыңыз, және де ең астындағы ең басты бұл 9 пост. Осы посттарыңыз пайдалы және қызықты болу керек. Сол кезде сізге қызығып, парақшаңызға жазылатын адамдардың саны көбейе түседі. Алғашқы 1000 оқырман жинаудың келесі бір қадамы бұл өте белсенді болу керек. Себебі сіз бүгін жаздыңыз, ертең жаздыңыз, кейін тағы да бір аптаға жоқ болып кетіп, ешқандай да бір белсенділік болмай, кейін тағы да бір күні шығып, тағы бір пост жазып, қайтадан жоғалып кетсеңіз, онда одан сіздің оқырманыңыз көбеймейді. Себебі сіз бірде барсыз, бірде жоқ боласыз, яғни ондай затты сіздің не оқырмандарыңыз, не Инстаграм оны жақсы көрмейді. Сондықтан, егер сіз қолға алсаңыз, онда сіз күнде пост жазу керексіз. Білем, басында қатты қиын, немесе бір қиындатып жасаудың қажеті жоқ. Басында құр әдетке айналып кету үшін күнделікті өзіңізге пост жазуды міндеттеңіз. Кейін сторис салуды үйреніңіз. Басында өзіңізді көрсетіп сториске сөйлеген қиын болса, онда бір қызықты ақпараттармен бөлісіңіз, текст форматында бөлісіңіз, мейлінше белсенділікті көбірек танытыңыз. Сол кезде де сіздің оқырмандарыңыздың саны көбейетін болады. Әрине, оқырмандардың санын көбейту және де басқа да көптеген қызықты фишкалар мен әртүрлі керек ақпараттарды біз курста міндетті түрде береміз. Дегенмен бұл видеоның уақытын создыртпай, тағы да соңғы бір лайфхакпен сіздермен бөлісейін. Ең басында 1000 оқырман жинау үшін
Сіз мейлінше барлық достарыңыз болсын, таныстарыңыз болсын, туыстарыңыз болсын, барлығына өз аккаунтыңызды жіберіңіз де маған жазылыңыз деп сұраңыз, яғни ешкімді аккаунтыңызға шақырмасаңыз, оларды сіздің бар екеніңізге ешкімге айтып жарияламасаңыз, онда сіз қалай оқырман жинайсыз? Барлығы өте қарапайым. Сондықтан мейлінше белсенділік танытып, өзіңіздің мақсаттарыңызға, нәтижелеріңізге жету барысында өз ақпаратыңызбен, пайдалы ақпараттармен бөлісуге ұялмаңыз, қысылмаңыз және тек қана алда көштің басы болыңыз. Мен сіздермен қоштаспаймын, алдыңғы видеоларда көріскенше деймін.